қаншама тынымсыз еңбек, сіз ең бастысы биыл 11 жылды аяқтағалы отырған Наушар Батырұлы Аманжандай мақтанатын шәкірттеріміз бар. Биылғы оқу жылында Абырой мектебіне кетсе де алтын белгіге үміткер, аяқтағалы отырған ұлттық бірыңғай тестілеуде 100-дің үстінде жинап отырған осындай сіз үшін білімді республиканы бағындырып жүрген оқушыларымыз бар. 6 мектеп түлектері енді мүмкін кеш жеткізіп жатқан бар, сізге әлі сәлемдемелер жеткізетін олар. Және де осы ұжымның атынан адресат өндірістік кеңесте беріледі. Дегенмен енді кеңестен кейін жаңағыдай оқушылар кіргізілмейтін болғандықтан осы кеңесті пайдаланып оқу жылы аяқталып жатқан жерде осы бөлімді сізге арнап жатырмыз. Ұлы келіні сіздерге көп рахмет. Осылай ең бастысы аналарымызға алдағы ғұмырында денсаулық беріп, біздің мектебіміздегі әрбір шарамызға қуанышпен келуге жазсын. Ұжым барлығымызға да осындай абыроймен ардагер ұстаз атағына дейін жетуді баршаңызға бұйырсын. Көп рахмет. Енді Айгүл Өтешқызы өзіңіз сөз алып десеңіз. Қайырлы күн. Ұжымның әріптестерім, сіңлілерім, інілерім, балаларым, қыздарым, баршаңа да оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Бәріңізді жақсы көремін. Өмір өзен, уақыт қандай, ұшқан құстай. Күні кеше сияқты еді біздің де. Пантиіміз жебіреп, мектепте жүрген кезіміз, одан кейінгі жастық кезіміз, алғашқы ұстаз болып келген күніміз, бәрі де кино сияқты ең толып алдымнан өтіп жатыр. Бақытты сәттерім. Мен баршаңызға да ризамын. Бәріңіз сыйлайсыздар, айтып көмектейсіздер. Баршаңызға да аналық жүрегіммен алғысымды білдіремін. Бақытты анамын, бақытты әжемін. Өз үйімде пенжем қызы болып, Айгүлден, Айгүлжан атансам, келген босағамда Айгүл атамның, атамның батасын алдым. Атам аймен күнге келеді. Өте бақытты жанымның көпсеттеймін. Өмірге саналы ұрпақ әкелдім деп ойлаймын. Осы балаларыммен мақтанамын. Мектептегі шәкірттеріммен мақтанамын. Ұстаздар, әріптестеріммен мақтанамын. Мен сіздерді әрдайым қолдап отырамын. Сіздердің осы мектептің биіктен көрінуін, шәкірттеріңіздің биіктен көрінуін әрқашан аналық жүрегіммен тілеп отырамын. Менің де осы мектепте ізім қалды деп ойлаймын. Көптеген қызықтар өтті, қиыншылықтар болды. Бәрі де басымыздан өтті. Бәрін де осы мектеп үшін істедік. Жаңағы ғалым айтқандай, осы балаларымды көктен әскерге мінгізіп, қазіргі акимат көксік сырлаймыз білмей істемәні. Сол сұрдың ішіне кіргізіп қоям балаларымды. Әсіресе үйшіп жатты көп. Солардан мен астазан алып. Сонда маған қыздарды айтпай, сен баламен нағысың, барса іштеп, өзімде қой көрсін келмей, осы мектеп үшін еңбек еткен деп ойлаймын. Мектебім жақсы болсын деп, беретін шәкірттерім қуансын келгенде деп, осылай еңбек еткен деп ойлаймын. Бақыттымын деп ойлаймын. Не айтам енді, кішкене көңілім түсіп тұрған түсінер деп ойлаймын. Осы қаңтар айы мені өте өкінішті жағдайлармен қарсылап, жүрегім жарылып, жан тұр болып. Мұндай қасіретті, өкінішті жағдайды біреуінің де бастарына бермейсін, дұшпанына да бермейсін. Баршаңа да ұзақ ғұмыр тілеймін, мықты денсаулық тілеймін, абыроймен мен сияқты зейнеткерлік демалысқа шығуларыңды тілеймін. Баршаңызды жақсы көремін. Мен жүрегім осы мектепте
биіктен көрінсе, шәкірттерім жоғарыдан көріне берсе, мен де қуанамын сіздер үшін. Бірге менің жүрегім. Сіздер менімен біргесіз. Мерекелер, құрметтер, осындай апайды шығарып салып екінші күнінде. Рахмет баршаңызға да амандық тілеймін. Мынау менің тұла бойым тұңғышым жамбылатым айналайын. Жүзіңе де шаруа болып, қайысты де бастап жүрек балам. Бүгін мені де апамның да мені жасына жүрекпен қатысайын деп келген ғой. Жандарым, сендерге де Аллам ұзақ ғұмыр берсін. Осы ұрпағыммен мың жасасам екен дейін, баршаңа да ұрпақ қызын көріңіздер дейін. Рахмет көп. Жанболаттың бөлігі дегенше, башты айнала тұрайық.